Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Достар, барлықтарыңызға сәлем. Біз қазір өз үйімізге келдік. Осыдан бірнеше күн бұрын Кения еліне үлкен сапарымыздан келген болатынбыз. Енді сол сапар алдында және сапардан кейін бізге көптеген таныстарымыз, достарымыз, жалпы бірнеше оқырмандар бізге қалай баруға болады, мемлекет туралы көптеген ақпараттар сұраған болатын. Сол себепті біраз ақпарат беріп кетуді жөн көріп отырмыз. Енді бірінші кезекте Айжан, жалпы біз елге қалай дайындалдық, сол туралы айтып кетейік. Всем салем. Предлагаем вам взять кружку чая, может быть, кенийского чая, либо кофе. Вот, мы хотим вам рассказать о том, как мы съездили в Кению. Выпуск будет немножко такой камерный, наши воспоминания, потому что я думаю, что та информация, которую мы дадим в этом выпуске, будет очень полезна тем, кто собирается туда самостоятельно. И решили мы начать о том, как мы готовились к поездке. В первую очередь мы сделали визу, то есть за пару месяцев на сайте, мы вот укажем вам здесь ссылочку, надо будет оформить визу. Стоила она нам примерно на человека $35. Вот, туда нужно приложить фотографии, паспортные данные и прилет и вылет вашего самолета и номера рейса. Вакцинацияны біз Түркия елінде істедік. Бағасы бізге бір кісіге 100 евро, иә, бір кісі басына. Да, кісі басына. Кісі басына 100 евродан. Енді вакцина салу кезінде әрине ауырмайды, білдіртпей салады, бірақ вакцинадан кейін бірнеше күн біз біраз ауырдық, иә. Менде біраз тамағым ауырды, Айжанда біраз танау бітеліп. Яғни сондай бір өзінің бір әсерлері болады вакцинадан кейін. Соны сәл шыдап кету керек. Қазір қонақ үйге бара жатырмыз. Қазір сіздерге қаланы көрсетіп шығам, жол жөнекей. Ең басында бізде енді әуежайдан агрожурналистер қауымдастығы өздері көлік жіберіп бізді күтіп алды. Одан кейін бұл елде жалпы Uber мен Bolt деген такси жүйелері бар. Сол арқылы қатынайсыздар. Енді бағалары арзанырақ. Енді біздікінен бірдей деп айтсақ болады, Да, бірдей. Плюс-минус бірдей. По дороге мы пообщались с нашим водителем Полом, и он рассказал нам про образование немного в Кении и про его любимое национальное блюдо. Давайте послушаем. How about education, like schools? Do you have many schools in Nairobi? We don't have many public schools. We have many schools, but most of them are private schools. Yes. Before this regime, we had free primary education and secondary education, but for now we have to pay. But of course, in public schools, we don't have that good education. But that's why people go to private schools. How much approximately monthly you currently? Like my children go for private school, and I pay for almost $70 to $80. Yes. And we have amazing food. We have people who know how to make food, and mainly they are organic. Maybe you prefer something? Yeah, mainly from my background, our staple food is githeri. Githeri, it's mix of beans and maize. Бүгін біз таң атпай осындай африкалық стильдегі көлікке Land Cruiserға мініп Найроби қаласындағы Кениядағы ұлттық саябаққа келдік. Яғни бұл енді ұлттық саябақ сіздерге қазір толығымен көрсететін боламыз көрген жануарларымызды. Енді бір кемшілігі енді
жыртқыш аңдар болғаннан кейін енді біз көліктен шығуға болмайды. Сондықтан осы көліктің ішінен даладағы бүкіл аңдарға сіздерге жақсы бір түсірілім жасаймыз деген ойдамыз. Осындай міне көлікпен әріптестер бар, журналистер. Осылай сафарида жүрміз. Ұлттық саябақта Найробидің, артымда зебралар. Қазір енді арыстан кезіксе деген үміттеміз. Бұйырса енді жирафты көрдік, зебраны көрдік. Ең басты деген 5-6 жануарларды көрсек. Енді бұл саябаққа келген кезде енді кімге сәттілік жолдас болады, сол көреді жануарларды. Кейде енді жануарлар алдыңыздан шықпауы да мүмкін екен. Сондықтан енді әзірше бізге сәттілік жолдас болып жатыр. Арыстанды таптық. Бірақ мына ұрғашылар ау деймін. Ой, как страшно. Офигеть. Пілдер орталығына келдік. Қазір барып толық түсіретін боламын. Осы саябақтың Найробидағы ұлттық ішінде сияқты бір екінші жақ шеті екен. Қазір соған бара жатырмыз. Сағат 11-де ашылады екен. Таңертеңгі бұл жақта жергілікті уақыт 10-нан 40 кетті. Мына кезекті қарасаңыздар, қаншама адам осы жерге саяхаттап пілдерді көруге келді. Көптеген құда-құдағилар келе жатыр. Мына жерде қаншама халық. Мынаны қараңыздар. Арқан керіп, мына бәрі келді, мына құдалар келді. Мына бәрі келді. Әне тамақтарын беріп жатыр бірден. Ауыздарына салып. Тамақ береді деп. Ана көрдіңіздер ме, ана мұрнымен орап алады екен бөтелкені. Мына баласымен. Көрейік. Тікендіктері бар екен дерісінде, тікен. Apart from, coffee and tea, tourism is #1 exchange earner for foreign. So we have so many. We don't have the exact price or exact number of guests. Yeah, but so many. And Yeah. what's 3 advices you can tell to tourists who come to Kenya first time? For first time, #1, choose the best company. #2, choose the best destination. Yeah, choose the best destination and, go for what you like. If, for example, you want, to see lions, just know the park to go. If you want to see cheetahs, just know the park to go. Қазір жирафтарды көріп тамақтандыратын боламыз. Бастар шығып тұрады, мынандай осындай баспалдақпен жүресіздер биіктікте. Қазір көреміз. Мінекей жирафтарға да келдік. Міне адамдар осылай тамақтандырып жатыр. Қандай керемет, иә? Керемет. Мен тірінші қараған бетте осылай бере қоясыздар. Және де бір байқағаным, кіре берісте сіздер жираф орталығына қолыңызды жуып кіресіздер, өйткені яғни қолыңызда неше түрлі микробтар көрдіңіз бе? Ішіне барады ғой енді, яғни тамақ. Сондай қауіпсіздік шаралары бар екен. Міне ашқан бетте лақтырып қойсаңыз да болады негізі. Түспей қалды міне. Міне кетті. Міне кетті, ашқан кезде лақтырып жібересіз. Болды. Ұрады ғой. Қазір тамақтандырамыз.
Бір-бірден бер, ақырын бер. Вообще хотим сказать, что в Кении живет 44 племени, и у каждого племени есть свой язык. Каждая кенийца, то есть среднестатистический кенийец, он владеет 3 языками. Языком своего племени. Суахили — это их национальный такой, да, кенийский язык, на котором говорят все представители племен. И 3 — это английский. То есть Кения была колонией Великобритании. В связи с этим английский язык для них, как бы можно сказать, такой второй, да, язык, на котором многие городские жители разговаривают. И вообще многое, что осталось от Англии, как бы так можно сказать, в некоторых смыслах архитектура каких-то зданий, затем вот эти вот дороги, как они едут, да, то есть с левой стороны у них идет движение. Мне показалось, что не совсем безопасным, потому что у них, во-первых, очень мало пешеходов, люди буквально перебегают дорогу. Был случай, когда было ДТП, мы увидели смертельное ДТП, то есть на дороге. Затем много туристов снимают на камеры, на фото, да, видео, делают съемку и могут вырвать телефоны и камеры. То есть нас об этом тоже предупредили, и мы старались как бы закрывать окна, когда мы ехали. И в целом по безопасности вот желательно всем прям советую пристегивать ремень, потому что сами водители возят очень резко, делают какие-то повороты. Матата деген өздерінің автобус көліктері бар. Ол жерде олар сыртын жаңағы неше түрлі суреттермен бояйды. Граффити бар, әдемілейді. Өйткені кімнің, яғни автобусы әдемі, кімнің автобусы жақсы безендірілген, және де оның ішінде міндетті түрде музыкасы өте керемет, колонкалар қатты шығу керек. Сондықтан сондай автобусқа адамдар отырады деп жалпы өздері ойлайды, көлік жүргізушілер, және де солай сәндейді екен. Енді бұл өздерінің бір арасындағы бір жарыс, мода десек болады, көліктерін автобустан сәндендіреді. Енді сырт жақтан қарағанда келген туристерге өте әдемі болып көрінеді. Одан кейін енді мен өз басым жалпы Найроби туралы біраз қаланы аралап шығарым, түсірейін деген ойым болған. Бірақ мен бірнеше күн қонақ үйде жаттым, өйткені сол кезде сол Кенияның бұрынғы премьер-министрі және де президент сайлауына бірнеше рет түскен, яғни оппозиционер адам қайтыс болған екен. Ол кісі енді Индияда қайтыс болған, бірақ сол мезетте Найробида шерулер болған еді. Найробиға шығуға кеңес бермей жатыр, қонақ үйден шығармай жатыр. Сол себепті бүгін Найроби қаласын көрмедік. Енді қауіпсіздік шарасы енді сақ болғанымыз дұрыс. Енді бірақ жалпы халқы өте мейірімді жалпы, бірнеге сұрасаң бірден жауап береді. Yesterday I switched on television and Yes. I pointed out that you have so many sport channels. Yeah. So the nation loves sport. Very. Yeah. Yes. Very. We also have our national team called Harambee Stars. As you can see, like last month, but Kenya was hosted the Africa Cup of Nations that was called CHAN. And as you can see, even the president was there. And he promised the players to give them, if they win, in any game that they win, he was giving them 1 million each. Yeah. How about running? Yes, the athletics. Yes. They like running, athletics, that is running, but the long distance running. Myself, yes, I like running. Енді жалпы Кенияның енді ұлттық валютасына келетін болсақ, енді бұл жақта доллар, евродан да ешқандай проблемасы қалдай береді, бірақ енді өздерінің ұлттық валютасы кениялық шиллинг деп аталады. Курс теңгеге шаққанда, яғни 1,413 шиллинг. Бүгінгі күнде енді плюс-минус осындай курс болып табылады. Енді достар, қазір біз сіздерге енді Айжан толықтай енді Кения енді шайдың отаны болғандықтан енді кішігірім сарқыттарымыз бар. Мы вот привезли наш родной такой вот чай, попробовали его же заварить. Мне кажется, что он более крепче, насыщеннее. Как раз-таки вот в нашем другом выпуске про агро мы расскажем, как его производят, как из обычных листочков маленьких получается такой гранулированный чай. Это черный чай. Затем они делают такой вот фиолетовый чай, называется purple tea. Вот такой вот. Мы его еще не пробовали. Посмотрим, как на вкус.
И вот здесь это тоже сафари черный чай, в таких упаковках, в принципе, похожи на наши упаковки. Ну, тоже понравилось, в принципе. И также мы привезли кофе родным. Затем они любят делать вот такие вот украшения из браслетиков. Девочки помнят, что они раньше, наверное, многие плели такие, да. И у них это популярно. Вот я заметила, мужчины даже носят, да, и многие у них носят такое. Затем, что мы еще привезли наши гости? Я енді түрлі тәтті дәмді шоколадтар әкелдік. Енді достар, шынымен мына шайлардың енді шығыны Айжан айтты ғой, және өте керемет. Бізде Қазақстандағы шайлардың ешқайсысы олай қайнатсаңыз олай шықпайды. Енді сондықтан біз достар осы оқырмандарымыздың арасынан кім пікір жазып, сол пікірге ең көп лайк жиналған оқырманымызға біз осы шайды сыйлыққа беретін боламыз. Сондықтан да бүкіл басыңыздар, пікір жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Енді біз жалпы конкурсымызды 16 желтоқсанда біздің яғни тәуелсіздік күніне орай біз бір жеңімпазды анықтайтын боламыз. Достар, енді жаңағы біздің агро каналымызда осы Кенияның жалпы ауыл шаруашылығы жөніндегі жалпы шығарылымыз жарық көреді алдағы уақытта. Сіздерге енді төменде де сілтемесін қалдырамыз. Сондықтан ол шығарылымды да көріңіздер. Жалпы енді Кения туралы біздің үлкен шығарылымыз осымен тәмам. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздердің әрбір лүпіл пікірлеріңіз бізге үлкен қолдау. Рахмет.